Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Қазіргі таңда хит болып жатқан самса. Бұл самсаның ерекшелігі бұл кеседе піседі. Осы видео сіздерге толықтай ұнайтынына мен сенімдімін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де ой пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер достар. Енді біріншіден біз қамырын илейтін боламыз. Жылы сүт және де ерітілген сармай, тұзды салып, барлығы ерігенше араластырамыз. Әдеттегідей соңында ұнымызды салып, қамырды қатты қылып илейтін боламыз. Қамырды илеп болғаннан кейін 5-10 минутқа қалдырып қоямыз тұндырып. Бізде қамырымыз дайын болды. Енді осыны оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Bir тегіс қылып, жұға қылып жайып аламыз. Жайылған қамырдың үстіне ерітілген сармайымызды құйып, енді рулет тәріздес орап алып, біз енді бұны тоңазытқышқа 1 сағатқа астаймыз достар. Қамыр қатығу қажет. Қамыр дайын болғанша ішіндегі салмасын жасайтын боламыз. Бізде жуаны осындай бөлшектерге бөліп турап аламыз. Және де қазы да қажет болады бізде. Үйдің қазысымен де осындай бөлшектерге бөліп, оны да турап аламыз. Соңында қызанақты қоссаңыздар да болады. Мен де қызанақты да 2 бөлікке бөліп турап шықтым. Енді мен барлық қоспаларды турап алдым. Сіздер бұл жерде етті қосаптап турасаңыздар да болады. Менде дайын тартылған ет. Оның үстіне тұз, қара бұрыш, зірені қосып араластырып дайындап қойдым. Енді біз кесенің астына осындай құйрық майымызды салып, пиязымызды салып, және де тартылған етімізді салып, соңында қазы мен қызанақты салып аламыз достар. Барлығын дайындап аламыз. Енді барлығын кесеге мен салып шықтым ретімен. Енді бізде қамырымыз дайын болды. Осындай бөлшектерге бөліп, енді осы золаны жайып аламыз. Дайын болған золамызды осы кесенің үстіне жабыстырып, бір тегіс қылып жайып шығамыз. Енді пеште қалдырамыз. 180 градуста 20 минутта пісіп шықты достар. Сіздермен болған Сабира, қош сау болыңыздар.